Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге дәл осындай ауызда еритін, дәмі тіл үйіретін сүтті пирог дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны, қантымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап біркелкі араласқаннан кейін үстіне сүтімізді, одан кейін сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Содан кейін ұнымызды ситадан өткізіп, үстіне разрыхлителімізді қосып, араластырамыз да жаңағы массаның үстіне қосамыз. Венчикпен тағы да араластырып аламыз. Қаймақ сияқты осындай қою масса шығады. Енді формамызды дайындаймыз. Астына пергамент қағазын төсеп, осындай артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Формамыздың түбіне майлаймыз, шеттерінде майлаймыз. Және осы дайын болған массамыздың үстіне кез келген жеміс жидек қоссаңыздар болады. Менде замороженная малина. Қосып, жақсылап араластырып аламыз да формамызға құямыз. Осылай пирогымызды реттейміз, ішіндегі ауаларын шығару үшін кішкене сілкіп жіберіңіздер. Сосын қызып тұрған духовкада 180 градуста 15-20 минут пісіріп алыңыздар. Біздің сүтті пирогымыз дайын болды. Бетін қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.